Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге біраздан бері өзім жасап жүрген палау жасау рецептімен бөлісетін боламын. Еттері жып-жұмсақ, күріштері шашырап, өте дәмді болып шығады. Алдымен еттерімізді турап дайындап аламыз. Мен жылқы етінен пайдаландым. Сіздер сиыр және қой етін пайдалансаңыздар да өте дәмді шығады. Енді бір үлкен пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Енді сәбіздерімізді жуып, ұзынша етіп турап аламыз. Егер палауға сәбіз қоссаңыздар, өте тәтті дәм береді. Сәбізді бірге бір қосасыздар. Егер сіздер 1 кило күріш басатын болсаңыздар, дәл солай 1 кило сәбіз қосасыздар. Келесі қазанымызға 2 ожау сұйық май құямыз. Қатты отта жақсылап қыздырамыз. Етті қызып тұрған майымызға саламыз. Ескеретін жайт, май бұл жерде қатты қызуы керек, сол кезде ғана етті салыңыздар. Сосын келесі бетіне ауыстырып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Етті қуырып алған соң үстінен 1 ас қасық тұз саламыз. Үстінен турап алған пиязымызды салып, жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Енді сәбізімізді, оның үстінен қызыл сәбізімізді салып, жақсылап 3-5 минуттай қатты отта қуырамыз. Ұзағымен 5 минут қана қуырыңыз, одан артық қуырсаңыз, сәбізіміз езіліп, жоқ болып кетуі мүмкін. Мінекей сәбізімізді 5 минуттай қуырып алдық. Енді оттың астын орташа отқа қойып азайтамыз. Үстінен 500 мл салқын су құямыз. Яғни 1 килограмм күрішке жарты литр су құятын боламыз. Егер 1 литр су құятын болсаңыздар, күрішіміз қатты езіліп, шәуле болып қалуы мүмкін. 1 шай қасық тұз саламыз. Суымыз кішкене қайнап бастағанда, үстінен 1 үлкен бөлік нават саламыз. Нават қатты маңызды емес, қалауыңызша қоспай қойсаңыз болады. Ал егер қосатын болсаңыздар, нават палауға тәтті дәм береді және палауларыңыз піскен соң той палауындай болып шығады. Үстінен 1 ас қасық зирамызды қолымызбен езіп отырып саламыз. Енді отымыздың астын орташадан төменірек етіп қойып, қазанның бетін жаппай 1 сағат қайнататын боламыз. Енді қайнаған суда жібіп тұрған күрішіміздің суын төгіп аламыз. 1 сағат уақытымыз өтті. Енді тамағымыздың тұзын көреміз. Егер тұзы аз болса, тұз салып қоямыз. Осы кезде 1 уыс мейізімізді жақсылап жуып салып жібереміз. Үстінен күріштерімізді біркелкі етіп тегістеп салып шығамыз. Күріштің тұзы аздау болып қалмау үшін 1 шай қасық тұз саламыз. Енді оттың астын барынша қатты етіп қоямыз. Енді күріштің суы тартылғанша 10 минут осылай араластырып тұрамыз. Суы тартылып, күріштер біркелкі түске ене бастайды. Күріштің суы тартылды ма, тартылған жоқ па, осылай лопатканың көмегімен алып көреміз. Егер суы әлі де қалып тұрған болса, қасықтың көмегімен әр жерінен тесік жасап, үстінен пакет жауып, шамамен 10-15 секунд бойы қатты отта ұстап тұрамыз. Одан артық асып кетпеу керек. Мінекей күріштеріміздің суы тартылды. Енді барлығын ортаға жинаймыз. Енді қайтадан қасықпен тесікшелер жасап, үстінен салафан жауып, 20 минутқа жай отта қалдырамыз.
Мінекей 20 минут уақытымыз өтті. Күрішіміз жұп-жұмсақ болып пісіп, шашырап, әдемі болып шықты. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерде де өте дәмді палау шығады деген сенімдемін. Егер видео сізге ұнаған болса, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер. Келесі видео рецептте кездескенше сау болыңыздар.